Балнұр апай, осы үйдің кілтін қалың қазақтың атынан өзіңізге табыстаймыз. Құтты болсын. Сайын даламның бұйырған бұрышын мекенде жаратқанымның өзгеге бір жолға бөтен бол жаутаңдап өстім айналамда жүрген жандарға кім менің әкем, кім менің жан анам екенде өмірге келген әр сәби біреудің баласы тағдырым бірақ таңдауға жетпейді. Не сен өз үйіңе келдің, өзің баспанаңа келдің, болды. Болды, тыныш болды. Мейірімі шексіз, қолдауымен жалғыз Алланың жолда қалмадым, бір биік кеменде самғадым. Тек бұл фәниге әкелген аяулы анамның дидарын көру орындалмай жүрген арманым. Тілегім менің кеудемде соңғы дем қалғанша анам мен әкем. Өте көп рахмет. Олар біздің ініміз үшін тырысты олар. Ол ағалар мен әпкелерге мыңда бір алғыс. Өзім үйім болған үшін қалағанымнан мен бұл жерде келгеннен кейін өзімнің үй болғаннан кейін жыладым. Өзіміздің үй болады. Квартирадан квартира көшкен өте қиын. Папам өмірден кеткеннен кейін оны қатты сағынам. Жанымда болсын деп. Жанымда жүрген не болады? Өмірге келген әр сәби біреудің баласы. Біздің де баспанамыз болатын болды деп қуанышқа бөлендік. Үлкен қызым айтады жаңағы, мама, біздің өзіміз үйіміз болса енді бізді ешкім квартиранттар деп айтпайды деп жаңа үлкен қызым қуанып қалады. Осы бір аптаның ішінде қазақ еліне, қазақ жұртына бас болып, мына Ырысбала Икрамбай біз сияқты мұқтаж жандарға қол ұшын созып, ел қатарына қосып отқандарына үлкен алғысымды білдіремін. Сенбедік даже. Неужели біздің де үйіміз болады, баспанамыз болады деп. Сіздерге ана ретінде разымын сіздерге. Жаратқанымның өзгеге бір жолға бөтен бол жаутаңдап өстім айналамда жүрген жандарға. Осы жаңа үйімізде Құдай қаласа балам аяққа тұрып, барлық Ырысбаланы да қазақ елінде қуантып, аяққа тұрып, аяққа басып, Құдай қаласа жақсы жаңалықтармен сүйінші хабарды сұрауды Аллах нәсіп етсін деймін. Тағдырым бірақ таңдауға жетпейді шамасы. Мейірімі шексіз, қолдауымен жалғыз Алланың жолда қалмадым, бір биік кеменде самғадым. Тек бұл фәниге әкелген аяулы анамның
таңдауға жетпей